менің «Сумки в роддом» туралы видеоларымның жалғасы. Енді послеродовая сумка. Жаңа көрсеткен көк сумкам дородовая сумка болатын, мынау послеродовая сумка болады енді. Ол жерде бір айтатын нәрсе, менің жаңағы құжаттар туралы айтқанда бір айтып кетейінші, ескеріп. Күйеуімнің құжаттары, неке туралы куәлігімді алатын себебім, сол роддомның ішінде туу туралы куәлікке тапсырып, тез арада соны алып алуға болады ғой, сол мүмкіндік үшін. Өйткені мен бірінші баламда ЦОН өкілі отырады роддомда, белгілі бір уақыт аралығында жұмыс істейді. Сол адам соған апарып тапсырып, және тез арада баланың туу туралы куәлігін ала салуға болады. Ал егер ол жерден алмай қалсаңыз, одан кейін сіз ЦОНға бару керексіз. Мысалы, менің күйеуім жұмыстан босаған кезде әрең барды, одан кейін оны ұзақ жасады. Біздің баламыздың туу туралы куәлігін біз бір айдан асқанда ма әрең алдық. Білмеймін неге сонша созылып кеткен, өте ұзақ алдық. Сондықтан осы жолы кәдімгідей алдын ала дайындалып, неке куәлігімді құжаттарымның қасына қосып қойдым. Енді менің келесі сумка послеродовая сумка. Яғни босанып болдық, палатаға ауыстық. Енді палатаға әкелетін сумка. Бұл сумканы негізі, егер өзіңіздің көлігіңізбен шығатын болсаңыз, дородовая сумкамен бірге алып шығып, машинада қалдырып кетсеңіз болады. Өйткені бұлар бірден керек болатын нәрселер ішіндегінің бәрі. Ең бірінші киім. Босандыңыз. Босанған іш көйлегіңіз, сорочкаңыз бүлінсе де, бүлінбесе де бәрібір киіміңізді ауыстырғыңыз келеді. Мен осы жүктілікке алған жаңа сорочкаларым алда түймесі ашылады. Және мен оны өзім қарап киіп көріп алдым мен сорочканы. Өйткені осылай түймесі ашылатын бұл жасап қояды да, киіп қарасаң көкірегің ашуға, шығарып бала емізуге жетпейтін болады. Міне осындай сорочка алып қойдым. Әдемі, матасы ең бастысы жұмсақ, хыбы, синтетика емес. Мен синтетика ұнатпаймын. Сосын маечки. Үйде мен бала емізуге маечки өте жақсы көріп кием. Бала емізуге өте ыңғайлы. Және тағы бір сорочка. Енді түгел артығымен алам. Өйткені сол роддомда неше күн болам, соған күніне ауыстырып кигенге. Міне тағы бір сорочка. Бұл да түймесі ашылады. Бала емізуге арналған. Кішкене вискоза бар құрамында. Және мынандай шарфик алдым. Бұл шарфикті беліне байлауға, ішіме кішкене байлауға деген сияқты. Ішімді тарттырып байлағым келеді после родов. Өйткені бірінші баламнан кейін, босанғаннан кейін ішім алып тұрады өзі. Ішімді тартуға, ішпен жат, сонда ішім тез жиналады деп айтады ғой. Онымен қорқып тұрасың да, сосын осымен кішкене жайлап, күнде жайлап тартқым келеді. Мен осы жолы ғана босанғаннан кейінгі өзін-өзі қалпына келтіру туралы ойлана бастадым. Өйткені мен бірінші баламда босанғаннан кейін өзіме қараған жоқпын. Егер ол туралы видео көргіңіз келсе, маған комментарийға жазыңыз. Мен осы уақытқа дейін өзім жинаған мәліметтеріммен, біліміммен сіздерге бөлісіп видео түсіремін. Міндетті түрде лифчик для кормящих, бала емізуге арналған лифчик. Мен енді осындай алдым. Мына жері шешілетін. Осылай шешіп емізетін. Қазір енді оның ол кезде білмедім ғой, қазір мына жерден де шешілетін жері бар, түрі бар қазірде. Сосын для кормящих майкалар да бар, осындай лифчик сияқты. Бұлай артын бәрін ілдіріп жүрмейсіз, басыңызға кесіп аласыз да, жаңағыдай мына жері ашылады, өстіп. Енді мен бастап осыны қолданып көремін. Қажет болып жатса, мүмкін сондай аламын да. Мұнда менің түгел іш киімдерім, түрлі іш киім. Бұлардың ішінде қазіргі менің аяғым ауыр кездегі күйеуге арналған үлкендері де бар. Кішілеу, аяғым ауыр емес кездегі, арықтау кезімдегі кішілеуде іш киімдер бар. Енді ол
прокладкамен киюге ыңғайына қарап сол кезде көремін. Прокладканы жақсы ұстайтыны керек маған. Прокладка демекші, міне менде ең бірінші осы ютубта, инстаграмдағы видеолардан көріп алғаным урологический прокладка керек деп бәрі айтып сөйтіп алғанымна сенейді. Бірінші балама алғанмын, мына жерде 15 штук деп тұр, 4 капель, 4 тамшыға дейін деп. Айттым ғой бірінші видеомда, дорогая сумкада. Маған бұлар өте қалың, үлкен, грубый көрінді. Мен бұны кие алған жоқпын. Біреуін көрдім, сонымен осылай тұр, ана сумкаға, дорогая сумкаға біреуін салып қойдым. Бұны қолданамын деп мен айта алмаймын. Бірақ сол бірінші босанғанымнан қалған упаковкасы солай жүр, ашылған упаковка. Мен өзім бірінші баламды босанғанда қолданғаным обычный ночные прокладки. Осылар жақсы маған. Және гигиенаны сақтау үшін ол кезде бұларды тез-тезден ауыстырып тұру керек. Бізге жаңағы көп сіңіретін үлкен бір прокладканы бір сағат қойып қойғаннан осындай жіңішке ыңғайлы прокладкаларды тез-тез ауыстырып, тез-тез жуынып тұрған дұрыс деп ойлаймын. Мен өзім осы Naturellаны, Libresse, Naturella, осы прокладкалардың линиясы ұнайды маған. Және мен көбіне жұқасын аламын. Жұқасын аламын, тез-тез ауыстырып тұрамын. Мынау түнгіге арналған. Әрі қарай сол жерде жағдайға қарай көрем қалай болатынын. Келесі тағы да су. Мен су ішкішпін, су жақсы ішемін. Негізі бұл сол кезде ғана үйден тамақ келем дегенше, үйден қалған нәрсе келем дегенше ішетін суым. Мен әсем айсағаш суын өте жақсы көрем, дәмін жақсы көрем. Одан кейін мен роддомға обычный 5 литрлік су алдырам өзім ішуге. Бумажное полотенце, әдеттегідей влажные салфетки. Білесіз, бумажное полотенце енді қатты қажет емес, бірақ бұны туалетный бумаганың орнына да қолдануға болады. Бірақ тоже салып қойдым, керек болып қалар деп. Влажные салфетки көбіне көп баланың көтерін сүртуге, сондай мақсаттарға керек болады. Қалғаны көбіне гигиеналық қажетті заттар. Жаңадан мақта алып қойдым, ашылмаған. Бұл мақтаны баланың мұрнын тазалауға қолданып көрдім мен бірінші баламда. Мақтадан бүйтіп кішкентай жгут жасап, мұрнындағы несін аласыз. Бітеліп отқан кезде сондай мақсатта алдым. Ал мына жерде ватный диски бар. Бұны күніне бір рет таңертең баланың бет-аузын сүрткенде кішкене бір стаканға жылы су құйып алып, соған малып, баланың бет-аузын сүртіп, көзін, мұрнын, жан-жағын сүртуге соған алып қойдым. Ватный палочки бар. Негізі ватный палочки қатты қажет емес. Және баланы құлағын тазалаймын, тағы бір жерін тазалаймын, мұрнын тазалаймын деп тұруға болмайды. Өйткені біз үлкен адамдікінде әрі қарап тығып жіберуіміз мүмкін. Анандай ұстап қалатын несі бар, кедергісі бар, ватный палочки детский бар, егер қолданып десеңіз. Так негізі бұл жай өзіме керек болып қаламын деп алдым. Баланың мұрнын тазалауға, құлағын тазалауға негізі бұндайды қолдануға болмайды. Келесі маски. Мен осындай одноразовый маски өте көп қолданам. Аяғым ауыр кезде көп қолданам. Көшеге шыққанда, автобусқа мінгенде, көпшілікті жүретін жерге барғанда, қоғамдық орындарда киіп жүрем. Ал бұны мен қазір салып алып жатқаным, егерде бізді көруге палатаға сырттан адам келетін болса, кигізіп қоям. Өйткені қазір ОРВИ грипптің кезі. Ауырмадым деп үлкен адамдар айта береді, мен ауырып тұрған жоқпын деп. Кеше түшкіріп, кеше жөтеліп отырса да, мен бүгін ауырып тұрған жоқпын деп отыра береді. Бала ол әлі жаңа туған бала, ода әлі қатты иммунитет жоқ. Ондайдың бәрін қабылдайтын. Келесі бос баклажка. Бұл бос баклажка. Негізі ана соларды ішіп бітірсем де бұл бос баклажка болатын еді. Мынаны бөлек салып қойғаным.
мен кейін ютубтан, инстаграмнан сол оқыдым. Одан бұрын мен өзім интуициям бойынша әрекет еткен екенмін. Бірінші баламды босанған кезде туалетке отырғанда қорқыныш болады үлкен, жаңа босанып тұрғаннан кейін. Сол кезде мына баклажкаға жылы суды толтырып аласың. Толтырып алып, осыны үстіңе бұтына құйып отырып, далаға шыққан кезде ауырмайды, іш жерің ашымайды, еркін шыға аласың. Оны қазір кәдімгідей лайфхак ретінде мамандар айтып жүр. Өте жеңіл шығасыз. Егер жылы сумен үстіңізге құйып отырып шығатын болсаңыз, осыны кәдімгідей жылы сумен бірге жеңіл шығып туалетке отыра алатын боласыз. Сол үшін керек. Келесі сондай пастамен щеткам. Ішінде екеуін де салып қойдым. Үйде бар. Мынауды ұмытып кетпейінше сол кезде деп алып кеткенім. Мен айтқан сұлу сабын, осымен кір сабынның ақ түрі дедім ғой, осымен анау жууға болады. Бүлінген киімдерді жуып алуға болады. Сосын мынандай екі бипантен әлі алған жоқпын. Бипантен қажет болса алам. Мынандай екі детский крем алып қойдым. Мынау жай ғана. Мен өзім қожым құрғақ деп айттым ғой. Ненің суынан қолым кеуіп кетеді, сол кезде жағам. Ал мынау солнцевой лунаның увлажняющий детский кремі, гипоаллергенный крем дейді. Маған иісі ұнады. Сол кезде қажет болып жатса, қажеттік туындап жатса ғана баланың көтеріне жағуға, памперстің подгузніктің астына. Крем мыло участокпенен. Негізі мен кез келген крем мыло ала салар едім, болса. Қолыма түскені сол кезде магазинде. Бұл жидкое мыло маған да, балаға да ортақ қолданатын сабын. Бұны жаңағы күнделікті қолымызды жуғанға, егер жуынатын мүмкіндік болып жатса, осымен ақ гель душа ретінде қолданып жуып алуға болады. Мен бірінші баламда осыны қолданғам негізі. Иісі ұнайды маған. Кәдімгі қол жуатын сабын ретінде де, баланың көтерін жуып алуға да, өзім де арасында жуынып тұруға да роддомға толығымен жетеді. Бала екеумізге ортақ сабын. Келесі пакеттер, магнум пакеттер. Бұлар сол кезде не қажет болады? Бір артық нәрселерді салып қоюға, артық нәрселерді үйге беріп жіберуге, сосын жаңағы нені салып қою керек болады, соған арналған. Және менде мынандай ручка, дәптер, блокнот, сондай нәрсе салам. Мен өзім жазып жазғанды жақсы көремін. Сондықтан маған керек. Бірдеңені, мысалы, роддомда жүргенде бала қолыңда, өзің бірінші түні ұйықтамайсың, баланы қарап. Сондықтан бірдеңелер керек болып қалып жатса, керек нәрсені күйеуіме айту үшін WhatsApp-қа бір ретсіз как попало жазып, сосын артынан неге керек деп отырмай, осыған тізім қылып жазып отырамын да, есіме түскен керек заттың бәрін, қатты қажет заттың. Сол роддомның ішінен шығып кетем дегенше қатты қажет заттарды жазып отырамын да. Сосын рет-ретімен күйеуіме айтып, әкеп бер деп, соны реттеуге арналған. Жазып отыруға. Келесі. Мен осы жолы, бірінші баламда да алдым, бутылка алып бардым. Мынандай 60 мл бутылка алдым. Мамлав. Су беруге неге қажет болады, соған қолданамыз сол кезде. Және көп әйелдердің, аналардың кеңесі бойынша пустышка соска алдым. Бұл пустышка сосканы алған мақсатым баланы соскаға үйрету. Мынандай біздің советский баяғы. Мынау именно российский түрін алдым мен. Ресейде шығарылған. Мен Ресейде шығарылған затқа сенемін, Қытайда шығарылғаннан гөрі. Бұны алған себебім, баланы соскаға үйреткім келсе, сол туғаннан бастап, босанған сәттен бастап беру керек дейді. Ал егер сол кезде бала алмаса, онда одан кейін сосканы бере алмайсың дейді. Және өздеріңіз босанған келіншектер біледі.
бала әбден омырауға үйреніп алады да, аузында жаңағы сүтін еміп болғаннан кейін қарны тойса да аузынан емшекті шығармай еміп жата береді. Соска орнында қолданады, осындай пустышка орнында сіздің емшегіңізді қолданады. Шығарып алсам оянып кетеді, немесе жылайды. Сондықтан егер мынандай пустышка болса, емізіп аласыз да, аузына пустышканы салып жіберіп, қалған өзіңіздің тірліктеріңізді істей бересіз. Бала да ұйықтап қалады. Және бір негізінен болды. Енді баланың киімдері салынған пакет бөлек палатаға келетін. Және Дородовая сумканы айтқанымдай, Мэрийстің үлкен упаковкасы менде бар. СК размер 4-8 килограммға дейін деген. Осының ішінен уже алып, баланың киімдерінің қасына салып қойдым. Негізі осыны білмеймін, қажет болып жатса, мүмкін целый упаковкасын алып келем после родовая палатаға. Қажет болмаса, мүмкін ішінен бір күніне 10 штук, 20 штуктан тамаға келген кезде үйдегілер әкеліп тұрады. Сол кезде көре жатамыз. Маған Мэрийс подгузники ұнайды. Мен бірінші баламда білмей памперс алдым. Памперстің иісі қатты жаман шығады екен. Одан кейін Хаггис алып көрдім. Хаггистің материалы негізі жақсы, бірақ ол бала сүйген сайын ісініп, бұтының арасында дәу болып тұрады. Кейін мен Мэрийсқа көштім. Мэрийс сол жұқа қалпын бір шама уақытқа дейін сақтайды. Негізі Хаггистің сапасы Мэрийсқа жақын. Бірақ Мэрийс анандай болып қалыңдап кетпейді бала сүйген шыққан сайын. Енді шыққан кезде сірә ауыстырып тастаймыз, бірақ сүйген кезде ол асты есеп кетеді, үлкейіп кетеді, сол жиналып тұра береді. Баланың бұтының арасында үлкен нәрсе тұрғандай болып тұрады. Мынандай бір артық пакет алып қойдым. Тоже керек ананы нәрселерді салып үйге беріп жіберуге, немесе сол жерде реттеп салып алып қоюға. Негізі мен артық нәрсенің бәрін үйге беріп жібергенді жақсы көремін. Роддомда ол жерде көп орында болмайды ғой, зат сақтайтын. Кішкентай тумба болады болған столдың астында. Бұл жерге қосатын нәрселер бар. Үйден тамақпен бірге посуда келеді. Посуданы өзіңіз қалауыңызға қарай аласыз. Керек кружкаңызды, қасық, пышағыңызды, керек тарелкаңызды аласыз. Сосын аптектен керек нәрселерді алдыртасыз. Мысалы, баланың кіндігіне жағатын, әркім арғалай, біреу перекиспен, біреу зеленкамен, сол кезде, сол жерде қалай талап етеді, соны аласыз ғой. Және молокосос бәрі алып шығады. Енді әркімге арғалай, білмеймін, қажет болып жатса, мүмкін алу керек шығар. Мен молокосос алдым бірінші баламда, бірақ мен оны қолданған жоқпын. Өйткені маған әлі сүт келе қоймаған, маған молокососты алдыртты персонал, қажет деп, мен оны қолданған жоқпын. Сүт өзі келген кезде кәдімгідей келді, ешқандай молокососпен оны тартудың қажеті болған жоқ. Так, жалпы осы заттар менің палатама қажетті заттар. Осы видеоны көріп отырып, бір қажетті нәрсе есіңізге түссе, менде жоқ, бірақ көмек болатын нәрсе есіңізге түссе, комментарий астына жазыңыз. Ескеру керек нәрселер болса. Және сіздер де өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Менің сумкам естественный родыға арналған, яғни әрине сіз өзіңіздің ерекшелігіңізге байланысты, денсаулығыңыздағы бір өзгерістерге байланысты бұл жерге керек заттарыңызды қосып, керек емес заттарыңызды алып тастауыңызға болады. Менде осы сумканы, осы өзімнің бірінші босанған тәжірибеме сүйеніп жасадым, жинадым. Ал қажет заттарды кейін үстінен үйден алдырта беремін. Назарларыңызға рахмет.